Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай қыштан жасалған ыдыста өте дәмді духовкада тамақ дайындайтын боламыз. Ең алдымен мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Олай болса, ас дайындауға кірісеміз. Етімізді 4 бұрышты жіңішке етіп турап аламыз, жақсы пісу үшін. Содан соң барлық көкөністерді видеодағыдай турап шығамыз. Бізге осы көкөністер керек болады: сәбіз, картоп және де светофор бұрышының екі түсінен, қызыл және де жасыл түсінен қызанақ, пияз және де чеснок. Осының барлығын видеода көрсетілгендей етіп турап шығамыз. Содан соң қыштан жасалған ыдысымызға осылайша барлығын рет-ретімен салып шығатын боламыз. Ең алдымен туралған етімізді, еттің жақсы пісуі үшін оның өте жіңішке етіп туралғаны маңызды. Еттен кейін пияз және де сәбіз салып шығатын боламыз. Бұл рецепт 6 порцияға арналған. Өз отбасыларыңыздағы адамдар санына қарай жасасаңыздар да болады. Келесі бізде қызанақ және де светофор бұрышын салып шығамыз. Барлығына теңдей етіп салу қажет, және де ең соңынан картофелімізді салатын боламыз. Тағамыз өте сочный болу үшін заливкамызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге 250 мг су, 1 ас қасық томат пастасы және де 2 тісше чеснок қажет болады. Чеснокты теркадан өткізсеңіздер болады, немесе арнайы чеснокты езетін құралды пайдалансаңыздар да болады. Осыларды жақсылап тұрып бір ыдысқа араластырып аламыз. Содан соң горшогымызға теңдей етіп барлығына құйып шығамыз. Тұзды заливкаға қосып құйсаңыздар да болады, бірақ маған осылай видеодағыдай әр горшокқа жеке-жеке салған ыңғайлы болды. Сол себепті осылай жасадым. Артынша қара бұрышты аз мөлшерде осылай сеуіп шығамыз. Ең соңынан заливкамызды құямыз. Содан соң дүкеннің қатпарлы қамырын алып 6 қамыр жаямыз. Видеодағыдан сәл қалыңдау қамыр болу қажет, менікі сәл жұқа болып кетті. Дайын қамырды горшоктың үстіне қойып, шет-шетін жақсылап тұрып жабыстырамыз. Қамырдың үстіне жұмыртқаның саруызын жағамыз. 170 градуста қызып тұрған пешімізге ең астыңғы бөлігіне қойып 1 сағатқа пісіріп аламыз. Мінекей осылай духовкада пісетін болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.